жануарларды білесің. Солай ма? Жануарлар туралы. Ал енді маған мынандай сұраққа жауап беріңдерші. Сендер жануарлардың түрін көрмей, дауысы арқылы ажырата аласыңдар ма? Иә. Онда қазір біз қай жануардың дауысы деген ойын ойнаймыз. Жақсылап тыңдаймыз, сөйтеміз де қай жануардың дауысы екенін табамыз. Келістік па? Иә. Жануарлардың дауысын таныдыңдар. Қазір мен сендерге бір-бір таратып беремін, қағаз таратып беремін. Сендер сол берілген бөлшектерден бір жануарды шығаруларың керек. Түсіндіңдер ма? Қай топқа жатады? Үй жануарларына жатады. Ал жануарлар тобында қайсыған жатады? Құстар тобына. Құстар тобына. Бұл жылан, ол бауырмен жорғалаушыларға жатады. Өйткені ол жорғалайды. Мынау не болды? Сендер дұрыс шықпаған ба? Дұрыс шықты. Дұрыс шыққан. Бауырымыз түйе шықты. Ол үй жануарына жатады. Және қай топқа жатады? Қай топқа жатады? Ол сүтқоректіге жатады. Ол балықтар тобына жатады. Ол балықтар тобына жатады. Өте дұрыс. Ал енді қайтарымыз әдемі құстар тобы. Мына топта бауырмен жорғалаушылар тобы. Мына жерде сүтқоректілер тобы шықты. Мына жерде балықтар тобы шықты. Тағы да қандай топ қалып кетті? Кім айтады? Қол көтереміз. Ал айта қойдың. Ботагөз қандай топтар қалып кетті тағы? Білмегендер отырсаңыз ал. Қосмекендерлер қалып кетті. Қосмекендерлер қалып кетті. Тағы да бір топ қалып кетті. Нұрбек қайсы? Білмесем отыр. Тағы кім? Оны айтып қойдық, сүтқоректілер анда шықты. Нелер? Көбелектер, аралар, құмырсқалар қандай топқа жатады еді? Өте дұрыс айтады. Бунақ дегендерге жатады. Соныменен, алтыншыдағы, соныменен бізде жануарлардың неше тобы болды? 4 ба? 6 тобы болды. Камила, қайталайық, қандай топта? Біреу-біреуден айтамыз. Сүтпен қоректенетіндер. Сүтпен қоректенетіндер. Көбелектер. Көбелектер деген топ жоқ. Бауырымен жорғалайтындар. Бауырымен жорғалайтындар. Тағы да. Бунақ денелілер. Тағы да. Қосмекенділер. Тағы да. Мынау не еді? Сүтқоректілер. Сосын тағы. Балықтар. Сосын құстар. Үй жануарларын көрді. Үй жануарларының өзі де екі топқа бөлінеді екен. Жануарлар және құстар деп. Сол жануарлардың ішінде біз 4 түлік дегенді білеміз. Білеміз ба? 4 түлікке нелер жатады? Аяру, айтшы. 4 түлікке не жатады? Түйе,
қой, ешкі, сиыр жатады. Өте дұрыс. Енді қазір мен сендерге әр топқа бір шуламай мен топтастырып жасаймын. мияқа ет. Тағы да ана не? Құлағымайсың. Бізде түйе шықты. Ол сүтқоректілерге жатады. Ол бізге сүт береді, ет береді. Көлік болып пайдалануға болады. Және терісін ол сүтқоректілерге жатады. Ол бізге сүт береді, ірімшік береді, ет береді, құрт береді, айран береді, қаймақ береді. Енді оқушылар екі топты да бағалаймыз. Бірінші Ажардың тобын бағалаймыз. Қандай екен? Өте жақсы. Енді мына топты бағалаймыз. Өте жақсы. Отыра қойыңыз. Қойдың қандай пайдасы бар? Қойдың бізге тері пайдасы бар, ет, жүні, сүті, майы, қаймағы. Өте жақсы. Сендерге Нұрбек айтамын. Бізде ет, сендерде? жылқы шықты. Ол ет береді, қымыз береді, көлік болып дейді, тері береді. Терісінің пайдасы бар екен. Ал мына екі топты бағалаймыз. Кімнің тобы? Неге оларға біздің сабағымыздың тақырыбы жануарлар қалай көбейеді. Көбею дегенді кім қалай түсінеді? Көбею деген не деген сөз? Айта ғой, Ажар. Көбею деген ол көп болу. Көп болу. Немесе өмірге ұрпақ Тағы да бір адам келу. адам емес, ұрпақ әкелу, иә? Оның мысал үшін жануарлардың төлдері, жануарлардың балалары деп атайды. Жаңа тақырыпты айтып кеттім. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз жануарлар қалай көбейеді. Қазір кітабымыздың 24-25 бетін ашамыз. Қанекей бәріміз кітабымызбенен оқулықпен жұмыс жасаймыз. Қарадық па? Онда кітабымызда мынандай жазулар бар. Жануарлардың көбею түрлері. Жануарлар 3 түрлі жолменен көбейеді екен. Біріншісі жұмыртқа арқылы көбею, екіншісі уылдырық арқылы көбею, және тірі туатын жануарлар болады екен. Ол қандай жануарлар екен? Кітаптағы 24 беттегі мына суретке бәріміз назар аударамыз. Я? Осында қарасаңдар мынадай сұрақ беріліпті. Суретке қара, жұмыртқадан не пайда болады? Қандай жануарлар жұмыртқадан шығады? Қане өз ойларыңды айтып көріңдерші. Жұмыртқадан не пайда болады? Жұмыртқадан не пайда болады? Балапан пайда болады. Тағы да қандай жануарлар жұмыртқадан көбейеді? Тасбақа, жылан, тағы кесір, бауырмен жорғалаушылар, оның барлығы өте дұрыс. Ол бауырмен жорғалаушылар екен. Тағы да қандай топ жануарлардың қай тобы жұмыртқадан көбейеді? Өте дұрыс. Құстар жұмыртқадан көбейеді екен. Өте дұрыс. Енді қараңдар, астында уылдырық деп жазып қойыпты. Уылдырық деген сөзді түсінеміз бе? Не бұл уылдырық деген? Балықтың баласы емес, балықтың уылдырығы болады. Балық демек не арқылы көбейеді екен? Уылдырық арқылы көбейеді екен. Енді мына суреттерге қараңдар да, маған мынандай жауап беріңдер. Қайсы жануарлар жұмыртқа арқылы көбейеді, қайсы жануарлар уылдырық арқылы көбейеді, және қайсы жануарлар тірі
туатын жануарлар болып саналады. Мен айтып тұрам, сендер маған жауап бересіңдер. Бұзау, түрі, өте жақсы. Балық, өте дұрыс. Кесіртке, жұмыртқа арқылы көбейеді. Ешкі, балапан, жұмыртқа арқылы. Тасбақа, демек бүгінгі тақырып жануарлардың көбеюі еді. Түсіндік па? Демек жануарлар, енді сендерге мынадай сұрақ қояйын. Жануарлар неше жолмен көбейеді екен? Айта қойшы балауса, қандай жолдармен көбейеді екен? Жұмыртқа арқылы, сол айтамыз. Түрі деп айта саламыз ба? Түрі туатын жануарлар және арқылы көбейеді екен. Олай болса, қазір орнымыздан тұрып, сергіту сәтін жасап алайық. Тұрамыз. Партаның шетіне шығамыз. Тұрамыз, бұдан тірәлем, тұрамыз. Ал енді, сәл ары тұрамыз. Енді сергіту сәтін жасаймыз. Ал. Жаңағы үйренгеніміз бойынша жұптық жұмыс жүреді. 2 жұп, 1 тапсырма орындайсыңдар. Мен сендердің әрқайсылардың қолдарына түрлі жануарлардың суретін таратып беремін. Сендер соны өзінің көбеюі бойынша 2 жаққа бөліп жабыстырасыңдар. Түсінікті ма? Жұптық жұмыс. 2 адам 1 жұмысты орындаймыз. Бұның ішінде жануарлардың суреті бар. Осы суреттерді сендер 2 жаққа бөліп не қыласыңдар, жабыстырасыңдар. Ал жұптық жұмыс. Не бар?
Bizde bireу ғана Бірінші топта бір жұп қарны. Төртінші топ бітті. Өте жақсы. Мына топ, үшінші топ бітті. Өте жақсы. Біз болдық. Көрдім. Қазір тақтаға мен бірінші топтың жұмысын бағалаймыз. Бірінші жұптың жұмысы дұрыс па барлығынікі? Дұрыс, өте жақсы. Енді Ибрайымменен Назар, екінші болған кімменен? Ажарменен Алинон. Үшінші болған үшінші кімден көтерген? Жұмыртқа салады не уылдырық шығарады олар? Тауық не арқылы көбейеді? Жұмыртқа. Ара, тұз, тырнақ, бақа. Баласы тірі туада жататын елік, керік, жолбарыс, сиыр, тіл. Екеуінің жұмыстары бірдей ма? Дұрыс деген ба? Дұрыс деп та. Ал үшінші жұп ше? Үшінші жұпта қате бар ма? Қараңдаршы. Бар дейді. Қандай қате? Қане кім айтады? Тыныш. Иә. Ара қайда барады? Жұмыртқа салады. Ал мына жақта артығы бар ма? Қайсы? Тиын. Баласын тірі туады екен, иә? Бір қате жіберіпті. Үшінші жұп сендер бар туралап алыңдар. Жаратылыстану дәптерімізді ашамыз да дәптермен жұмыс жасаймыз. Қайын? Барлығымыз жаратылыстану дәптерімізді ағамыз. Шурамай, әжімі, сырлатпай аламыз, иә? Дәптерімізді ашса, барлығымыз маған қараймыз. Жануарлардың көбеюі деген тақырыпта мынадай тапсырма бар. Жануарларды топтастыр дейді. Я? Мұнда бірнеше жануардың суреті бар. Солай ма? Тапсырма мынадай дейді. Жұмыртқа салатын және уылдырық шашатын жануарлар суретінің қасындағы дөңгелекшені жасыл түспен бояймыз. Ал баласын тірі туатын жануарлардың жанындағы дөңгелекшені көк түспен бояймыз. Түсіндік па? Жұмыртқа салатын мен уылдырық шашатынды қандай түспен? Жасыл. Ал баласын тірі туатындарды көк түспен бояймыз. Ал қанекей орындаймыз барлығымыз. Sen daha da жұмыртқа olun. Жасыл мен көк түсті аламыз. Оқушылар? Жұмыртқа салатын жасыл түс. Тірі туатын жануарларды көк түспенен бояймыз. Жасыл түс. Тірі туатын жануарларды көк түспенен бояймыз. Бері бір қараңыздаршы. Мынаны бояп болғаннан кейін мына жерде жануарлардың атауларын кестеге жаз деп тұр. Солай ма? Демек, жұмыртқа салатын және уылдырық шашатындарды мына жерге жазамыз атауларын, ал баласын тірі туатындардың атауларын мына кестеге жазамыз. Түсінікті ма? Өте жақсы. Ал ары қарап жалғастырамыз жұмысымызды. Аттарын жазамыз дәптерге.
кет алу. Мынау не? Оқушылар, жұмысымызды аяқтаймыз. Және мен сендердің алдарыңа бір қағаз тастап кеттім, солай ма? Қазір кері байланыс жасаймыз. Міне, тақтаға қараймыз. Бері қараймыз, қандай жұмыс атқарамыз. Егер сен бүгін сабақта өте белсенді болсаң, қолыңдағы қағазыңды мына бөлікке жабыстырасың. Түсіндік па? Егер саған сабақ өте қызықты болса, онда мына бөлікке жабыстырамыз. Түсіндік қой? Егерден сен сабақтан жаңа ақпарат алсаң, өзіңе бұрын таныс емес, бүгінгі сабақта жаңа ақпарат алсаң, онда сен мына жаққа жабыстырасың. Және ол қандай ақпарат жазып қойыңдар қағаздарыма. Енді, егер саған сабақта барлығы түсінікті болса, онда мынаған жабыстырамыз. Түсінікті ма? Олай болса, қазір кітабымызды, дәптерімізді жабамыз. Сөйтемізді бірінші топ оқушылары келіп, өздерінің перфайларын
Өте жақсы. Екінші топ оқушылары келіп кері байланыс жасаймыз. Кері байланысымыз жасаймыз. Үшінші топтың оқушылары кері байланысымызды жасаймыз. Төртінші топ оқушылары келіп кері байланысымызды жасаймыз. Отырамыз. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Онда бүгінгі сабағымызды бас бармақ әдіспен бағалап жіберейікші. Қанекей? Өте жақсы. Рахмет, осымен сабақ аяқталды.